Құрметті көрермендер, мен сіздерге бүгін үй жағдайында ашты кепсизді қалай дайындау керек екенін, әрі қалай тез дайындалу керек екенін үйрететін боламын. Видеомды соңына дейін мұқият қарап шығыңыздар және лайк басып тіркеле отырыңыздар. Қанаттарымызды жақсылап жуып аламыз. Үй жағдайында көбісі кепсизді ашты дайындай алмаймыз деп жатады. Мен өз дәмдеуіштермен сіздермен бөлісетін боламын. Тұз саламыз, мынандай ашты дәмдеуіш салатын боламыз. Осы дәмдеуіштермен 30 минутқа қанатымызды қойып қоямыз. Ол етке жақсылап сіңуі қажет. Дайын болған қанаттарымызды енді екіге бөліп шығамыз. Бізге қанаттың ұштары керек емес. Алып тастаймыз. Ұштарынан тазартып аламыз етті. Міне, қанаттарымызды тазалап болдық. Енді ұнымызға жаңағы ашты дәмдеуіштен тағы да қосамыз. Өйткені қатты аштыны мен жақсы көремін. Өз қалауларыңызша қосасыздар, қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да. Міне, суға саламыз, сосын қайтадан ұнға саламыз. Ұнға салып, жақсылап сеткаменен қағып аламыз. Міндетті түрде жақсылап қағамыз, өйткені кепсиміздің сырты гүртілдеп жұқа әдемі болу үшін. Міне, шариктері шыққанша бірер секунд қоямыз суға. Қайтадан сеткаменен алып, жақсылап сілкілеп алып, ұнға саламыз. Қайтадан ұнменен жақсылап араластырамыз. Сеткаменен жақсылап қағып аламыз оның. Міне, енді қызып тұрған майымызға саламыз. Кепсиіміз дайын десек те болады. Бұны бір 10-15 минут пісіресіздер. Дайын.